Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерге егов приложениесінің өзгерісі туралы айтқым келеді. Мінекей осы егов приложениесі бұрын одноразовыймен кіре беретін болса, яғни телефонмен иінді жазып, енді қазір тек өзіңіз ғана кіретіндей қылып жасап тастады. Сондықтан сіздерге осы егов приложениесін Play Market'тен көшіргеннен кейін қалай регистрация жасау керектігін, яғни ECP ключ алу керектігін көрсетемін. Мінекей, бірінші егов приложениесін көшіріп аласыз Play Market'тен. Менде уже көшіріліп дайын тұр. Приложениесінің үстін басқаннан кейін мына жерде вход регистрация деген ең жоғары жағында тұр. Соны басамыз. Мінекей, войти деген приложениесі, войти деген жазу тұр. Соның үстін басамыз. Мінекей, на вашем устройстве не найдены ключи ECP, выберите действие для авторизации. Менде бұрынғы ключ бар, бірақ сіздерге көрсету үшін жаңадан көрсетемін. Выпустить новые деп басамын. Мінекей, бізде екі шаг бар. Яғни бірінші шаг және екінші шаг. Продолжить. Самолетті алып тастайын, өйткені маған SMS келу керек. Мына жерге номерді жазамыз. 776. Номеріңізді жазғаннан кейін, яғни номеріңіз міндетті түрде еговқа тіркеліп тұру керек. Егер номеріңіз тіркелмеген болса, сізге SMS келмейді. Және де осы номер тіркеу туралы менде видео бар. Осы видеоның астына салып қоямын. Номеріңіз тіркелмеген болса, сол видеоға қарап отырып номеріңізді тіркеп алсаңыз болады. Ал егер номеріңіз тіркеліп тұрса, өзіңіздің номеріңізді жазып, получить код дегенді басамыз. Автоматически подставлять коды дегенді жазып қоямыз. Өйткені бізге автоматты түрде жазылады код. Или тере салсаңыздар да болады. Сіздерге камера ашылады, яғни видео проверка. Сол видео проверкадан өзіңіз өтуіңіз керек. Начать батырмасын басамыз. Отодвиньтесь. Қозғалма деді маған. Отодвиньтесь. Жақындаңыз дейді. Загрузка и обработка видео. Проверка пройдена дейді. Мен уже өттім бұл проверкадан. Енді мына жерде удостоверение мен номер телефона дейді. Разрешить дегенді басамыз. Мына жерге удостоверениеңіздің номерін жазасыз және дата рождениеңізді жазасыз. Удостоверение номер дегеніміз удостоверениеңіздің артындағы 9 санды цифрды жазамыз. Ол иін емес, номер документі, яғни удостоверениеңіздің артындағы сан. Мінекей, мен номерімді жазып қойдым. Енді продолжить батырмасын басамыз. Яғни номері мен туған күніңізді жазасыз. Біз бірінші шақтан өттік. ECP берілуге дайын. Енді введите ваш email дейді. Яғни электронный почтаңыз жазасыз. Электронный почтамды жаздым. Енді мына жерге код қоясыз. Яғни бір үлкен әріп болу керек, және бір кішкентай әріп болу керек. Сосын арнайы цифрлар, яғни символдар болу керек. Олар решетка, собачка, доллардың белгісі, леп белгісі сияқты, сұрақ белгісі сияқты арнайы бір символдан болу керек. Және 8 цифрлы болу керек пароль. Осылардың барлығын ескерсеңіз, пароліңіз дұрыс қабылданады. Менде бұл пароль, өзімде барлық жерге қоятын бір пароль бар. 1-ден 7-ге дейін, үлкен А, кішкентай А және собачка, маған сол оңай болғандықтан соны қоя беремін. Продолжить батырмасын басамыз. Яғни бұл екінші шақтамыз. Сет тартпай жатыр.
менің каналыма тіркеліп кетіңіз, лайк басып. Егов жайында сіздерге көп нәрсе айтатын боламын. Мінекей уже біздің ключ дайын деген хабар келді. Продолжить батырмасын басамыз. Успешная регистрация. Өзіңіз ұмытпайтындай 4 цифрлы код қойыңыз. Яғни 000111 деген сияқты. Енді өзіңіз білесіз, туған жылыңызды қоясыз ба, ұмытпайтындай болу керек. Менің өзім қоятын бір цифрларым бар. Мінекей, уже сіз Егов приложениесіне кірдіңіз. Яғни бұдан шығып кеткен жағдайдың өзінде жаңағы 4 цифрлы пин-кодты енгізу арқылы кіре бересіз. Қайтадан регистрация жасап қажеті жоқ. Мысалға, справка алатын болсаңыз, несудимость алатын болсаңыз, психдиспансерден справка алатын болсаңыз, осыларды пайдалануыңызға болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз, сіздерге пайдалы видеолар көрсететін боламын. Яғни ешкімнің көмегіне жүгінбей-ақ үйде отырып өзіңіз осы услугаларды жасап алсаңыз болады. Жақсы сау болыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып.